Баршаңызға сәлем. Бүгін біз кәріс қызанақтарын дайындайтын боламыз. Өте оңай. Каналыма келуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен тәтті бұрыштан соус дайындап алуымыз қажет болады. Ол үшін бізге сәбіз, сарымсақ, болгар және ащы бұрышын ұсатып алуымыз қажет. Осы дайын болған массамызға түрлі көктерді қосуға болады. Аскөк, ақжелкен, көк пияз. Мен қатқан көктерді қостым. Жақсылап араластырып, ерігенін күтеміз. Осы массаға 70 мл сұйық май, 70 мл 9% сірке суы, тұз және қант қосамыз. Салған бәрін араластырып, сыртқа қойып аламыз. Қызанақтарымызды турап дайындап алуымыз қажет болады. Үлкен болса кішірейтеміз. Дайын болған қызанақтарды жаңағы массаға салып араластырамыз. Дәмі кіргенін күтеміз. Аздап суы шығады. Бұл салатты осы күйінде жей беруге болады, немесе қысқыға сақтауға болады. Таза банкаларымызға ақырындап салып шығамыз. Түбінде қалған суын да қосып. Банкаларымыз сиятындай ыдысқа орамалды жайып саламыз. Ішіне ыстық суды құйып, отқа қоямыз. Қайнағаннан кейін 10-15 минут ұстаймыз. Банкаларды жауып, төңкеріп, суығанша күтеміз.